Ақчакөлдегі топырақ қала мен қызыл қаланы қарап болған соң, біз Бұхараға қарай жол тарттық. Түс кезі болған соң жол бойында тоқтап, тамағымызды әзірлеп, түскі асты ішіп алдық және түн батысымен біз Бұхараға жеттік. Бұл қалада біз каучсерфинг арқылы жататын жер тауып алдық. Жамик деген өзбектің баласы керуен сарай деген жерге әдейі саяхатшыларға арналған бөлмесі бар екен, каучсерфинг арқылы қондырады. Егер каучсерфинг туралы білгіңіз келсе, ол туралы бөлек видео жасаймын. Бізге шай беріп, таңертеңгі көрініс міне осындай болды. Өзбекстанға барайын деп жатқанда Сарыағашта бізге жуырда Өзбекстанда сумаляк дайындау басталады деп айтқан. Міне осы сумаляк, біз өкінішке орай оның дайындалуында болған жоқпыз, бірақ осындай түрде болады. Бұл бидай өскіндерінен жасалған. Бидайды алады да дымқылдандырады, бір аптадай өскіндерін шығарады, содан кейін сол өскіндерін мясорубкадан өткізеді, сақтайды, және де 10 сағат пісіреді, арасына ұнды салып. Осындай міне қоспа пайда болады. Бұны аштық кезінде тамаққа қолданған деп айтады. Және де қазір бұл дәстүр ретінде Навруз мейрамында дайындалып желінеді. Бұхарада біз тек қана қону үшін тоқтадық, ендігі сапарымыз Самарқандқа болады. Шөл даламен жүріп, жинап алған шаңды жуу үшін көлік жуу орталығына келдім. Зелені бар, самса алып алдық. Несін, өзбекшесін ұмытып қалдым, әйтеуір шпинат. Өзім сол жапырақтан көрсетті, шпинатқа ұқсайды, шпинат сияқты. İçinde daha bir нәрсе бар. Қанымыз ашып қойды сол. Әйтеуір көршісі сеп. Иә, көршісі. Бұхарадан 4-5 сағат жүріп, біз кешке қарай Самарқандқа келіп, қонақ үйде қондық. Келесі күні Самарқандты аралауға шықтық. Біз қазір Шахизида кесенесінің қасындамыз. Енді қарақалпақ түрінде кірейін деп жатырмыз. Өйткені қарақалпақтардың тілі бізге ұқсас. Қазір кіріп көреміз. Өйткені өзбектің адамдарына 5.000 сом кіру, ал шетелдікілерге 30.000 сом. Біз бір құлыққа барайын деп жатырмыз. Жаңағы Шахизидаға біз қарақалпақ, біз Нукустан деп едік, кіргізбеді. Енді бұл зират арқылы кірейік деп жатырмыз. Көреміз қалай болады. Шахизинда Қараханиттер мен Тимуриттер ұрпақтарының кесенелер ансамблі. Қазіргі кезде бұл ансамбль 11 кесенеден тұрады.
Аңыз бойынша араб елінен Мұхаммед пайғамбардың ағасы Кусам ибн Аббас Самарқандқа кіші әскермен ислам тарату үшін келген. Бірақ кезекті бір шайқаста жебемен жараланып құдыққа тығылған. Және де аңыз бойынша ол сол құдықта әлі де өмір сүреді. Және де осы Кусам ибн Аббастың басына қажылықпен келіп дұға қылам дегендер үшін осындай әсем кесене тұрғызылды. Шахи-Зинда деп аталатын себебі де сол Кусам ибн Аббастың басқа аты бұл Шахи-Зинда болған. Парсы тілден аударғанда бұл тірі патша деген сөзді білдіреді. Мен үшін Самарқандтағы ең әдемі жерлердің бірі осы Шахи-Зинда кешені болып саналады. Бұл жерде атмосферасы, әсері өте тамаша, керемет болды. Енді шықтық, сол зират арқылы кіріп, ештен төлеген жоқпыз, жай үшін бір 20 минуттай қарап шықтық. Әдемі енді, бірақ төлемей солай кірдік, енді бізді кешіретін шығар. Біз аздап Шахи-Зинда қасындағы мұсылман зиратын араладық және сол зиратта көрген ерекшеліктермен сізбен бөліскім келеді. Ең бірінші ерекшелігі бұл мұсылман емес христиан зиратына кіргендей болдық. Мен өзім христиан зиратында болдым және не айтқанымды білемін. Белгілі бір жерлеу тәртібі жоқ сияқты, барлығы қалай болсын солай жерленген. Мысалы мен білуімше мұсылмандарда қабірдің басын қыблаға қаратып салады және тасты сол қабірдің басына, мәйіттің басына қарай салады. Бұл жерде болса тастарды бүйірінен, артынан, аяқ жағынан, бас жағынан қойып, және де христиан зиратының түрі бойынша әсемдейді екен. 95% тастарда суреті бар. Мысалы біз білетін ислам бойынша сурет рұқсат етілмейді. Кейбір тастарда тіпті мүсіндері де тұрады. Оларда ай қоймайды екен, және де қабір басына гүлдер әкеледі. Мінекей осындай ерекшеліктерді көрдік. Тастардың жаңалығына қарағанда қабірдің бастары бертін көтерілген сияқты болған. Мүмкін сондықтан да осындай түрде жасалған. Өзіңіз не ойлайсыз, не білесіз, осы видеоның астындағы комментарийда жазсаңыз болады. А вас как зовут? Зовут меня Абу Райхан. Абу Райхан. Да. Ну, если как немножко можно смягчить, Абу Райхан. Абу Райхан какая? Абу Райхан можно, да. Можно через букву А, можно через букву О. Рахмат вам. Так, сейчас я вам должен сдачи. Сейчас. Договорились мы за 120, 120. да? Так, сейчас я вам 80 там. Где у нас? Так. Вот это держи. Это 50. Еще 30. Нет, это тяжело. Все, Твой рыцарь берет. да, тяжелый. Все, Абу Райхан ака, рахмат. Желаем удачи. Бросайте все. Приезжайте в Казахстан. Всем казахстанцам привет. Все. Удачи вам.
Самаркандтың Регистан алаңында тұрмыз. Бұл жерге кассада негізі шетелдік азаматтарға 50 мың сом, өзбектің азаматтарына 5 мың ақ сом. Ойландар 10 есе қымбат тұрады. Біз смело 10 мың сом беріп 2 кіші деп айтып кіріп кеттік, өзбектер сияқты. Негізінен осындай темалар арқылы кіруге болады. Бір аптадан аса уақыт Өзбекстанда жүріп, осы архитектураға көз әбден үйреніп қалды, және қызықсыз болып кетті. Регистанда да бұлай қатты қарайтын түк жоқ. 3 әдемі ғимарат, басқа бұлай қатты әсер ететін түк болған жоқ. Мінекей, мысалы, бұл жұмысшы адам осы брусчатканың арасын тазалап жүр. Кешкі Регистан өте әдемі көрінеді, өзінің атмосферасы бар. Бұл жерде өте көп адам жиналады, және біз үшін ең әсерлі болған ол жас балалардың сол Регистан алдында өлең айтып отырғаны. Hayalile vefo kılar, özü suygen şeydasıga, tırnalarga toymading mu? Meni ham bir o'ylading mu? Sovg'a qilgan ko'zmin chog'im, voy qo'ynida o'ylading mu? Ko'zmin chog'im qo'lingdagi, chog'ing uzilibdi. Negadir ish kunlarda hayollaring uzilibdi. Mendek oshiq g'arib qolib, voyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmin chog'im qo'lingdagi, ko'zmin chog'ing uzilibdi. Shayton bilan duganasan, endi menga beganasan. Достар, мінеки осымен біздің Самарқандтағы саяхатымыз аяқталды. Осы сәтке дейін қарағаныңыз үшін көптен көп рахмет. Егер де лайк басып, комментарий қалдырып, тіпті менің арнама жазылсаңыз, мен өте риза болам, және ары қарай видео түсіруге менің шабытым ашылады. Қазақша контент дамысын десеңіз, менің видеолармен бөлісіңіз. Сонымен қатар келесі видеода біз Шахрисаб деген жерге, Әмір Темірдің туған жеріне барамыз, және де палаткамен тауда қонғанымызды көресіз.